кеше Олимпиада ойындарынан кейін, Париж Олимпиадасынан кейін Азия чемпионатының алдында Қайрат ағайға звондап айтқан болатын, жолымды жастарға бердім деп, Азия чемпионатына басқа бала бара берсін деп жастарға Айбек барды ғой. Енді мен әрдайым айтам, ұлттық құрамаға көмектесуге дайынмын. Осы Токио Олимпиадасынан кейін де солай болған өзі. Кәсіпқой бокстағы ұсыныстан бас тартып, осы Париж Олимпиадасына елге керексің дегеннен кейін, ұлттық құрамаға керексің деген соң келіп, бар күш-жігерімді салдым деп ойлаймын. Сол кезде де осылай келген болатын. Жастардың жолын кескім деген өзімнің жолымды бергеннен кейін, бірақ енді ұлттық құрамаға керексің десе, мен келуге дайынмын әрине. Кәсіпқой бокста 5 жекпе-жектің барлығы 90 деген салмақта жұдырықтастым мен өзім. Ол салмақта маған былай айтқанда комфортно болады ойнауға. Аса ауыр салмаққа да ойнауға болады. Қай салмаққа керексің десе, сол салмаққа былайша баруға, өнер көрсетуге болады ғой, екі салмаққа да. Ешқандай бір қиыншылығы жоқ, астасып барады.